пайғамбарды көру ақиқат. Расында Алла тағала жындар мен шайтандарға жақсы мен жаман кейіпке ене алатын құдірет берген. Сондай-ақ Алла оларға адам баласының түсіне еніп, өздері қалаған бейнеде немесе әлгі адамның жақсы көретін жақынының кейпіне ене алуға мүмкіндік берген. Олар адам баласының қан тамырларында жүреді. Адамның өзі жайлы білмейтін кейбір ішкі нәрселерін жындар біледі. Бұл жайлы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам шындығында шайтан адам баласының қан тамырларының жолымен жүреді деген. Жындар адамның түсіне кез келген қарапайым адам кейпінде ене алғанымен, Алла тағала оларды пайғамбар бейнесіне ене алмайтындай еткен. Жындар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бейнесіне әсте ене алмайды. Бұл жайлы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кім мені көрсе, оның көргені хақ. Себебі шайтан менің бейнеме ене алмайды деген. Басқа бір хадисте кім мені түсінде көрсе, ол мені анық көрді. Себебі шайтан менің сұлбамды қайталай алмайды делінген. Тағы бір хадисте кім мені түсінде көрсе, ол мені өңінде көргендей. Шайтан менің бейнемде көріне алмайды делінген. Демек, кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көрсе, оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көргендігі еш күмәнсіз хақ әрі шын. Алайда түсінде басқа адамды көрсе, оның көруінде күмән болады. Себебі шайтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан басқа кез келген адамның кейпінде түске еніп, түсінде адамды алдап, бүлік салып, тура жолдан адастыруы мүмкін.